Ең жасы бірақ өте ақылды бала. Вау. Менше. Жасым бар, бірақ өнерлісін жарайды. Физически андай спортқа жақсы деген бар. Негізі Ақботада сұрақтарға өте жақсы. Өткенде мықты сұрақтарға сол жауап берді негізі. Зухраға сеніп тұрмын. Мен Расул Шетелде Бәрі бір-біріне сеніп тұр ма? Ота екеуміз түсек бітті онда. жігіттерге шетел интересно, қыздарға жеңу интересно болып тұрған сияқты. Солай ма? Шетелде Таиландқа барайық. Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Кім не істеп жатыр? Кімнің қандай жаңалықтары бар? Менде бүгін ерекше съемка. Бұрын соңды болмаған. Держитесь левее. Бұрын соңды болмаған деген деп айтайын десем, кішігірім болған, бірақ бұл жолы Талантқа. Зухраға қарап айтып жатқан. Сонда мен потом. Жоқ, ол жерде отханадан бірге бару керек. Міндетті ма не? Сонда бірге бару керек. Ойбай, білмеймін. Ондай емес шығар. Ұтып алайық та бірінші көреміз сосын. Достар, жарыс сайыс бастайын деп тұр сәл қалып. Екінші тур финал. Достар, қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгін эфирдеміз. Евразия арнасы 15:00 мен 18:00 аралығында қосылайықтамыз. Және де бүгін екі жұпта сен тұр мен атайын деген мықты жұптар. Ақбота менің кейсім, Ақботамен жұмыс жасаған кезінде, ал Зухра енді өзі бір ауқымды бір съемка болады деп жатыр. Онда көретін боласыздар. Күн ыстықта осылай балаларымды бассейнге апарып тастап, өзім ары қарай кеттім. Как всегда, суббота, воскресенье обязательно забито домой. Шүкір, сіздердің де күндеріңіз сәтті өтсін. Стористі міндетті түрде айтатын боламын. Қайда бара жатқанымда. білесіздер, өте талантты, өте білімді, өте дарынды қыз, өткенде жеңімпаз атанды. Енді бүгін екі финалистердің өте күшті ойынын көретін боласыздар, Құдай қаласа. Сағат 15:00 мен 18:00 аралығы міндетті түрде Евразия арнасы қосылу болсын, көріңіздер. Және де видео көріп қалсаңыздар, мені түсіріп жіберсеңіздер, белгілеп қойсаңыздар, қатты қуанып қаламын. Баршаңызға рахмет. Күндеріңіз сәтті, өмірлеріңіз мәнді, мағыналы болсын. Баршаңызды жақсы көремін.